Так. Так, болды. Так, в общем, болды. Ана видео жақсы шықты, монтаждап YouTube'ға салып қойдым. Так. Негізі жақсы идея болды. Жаңа жетегін айтқан жақсы болды. Маған компьютеріне қойып салсайшы деген. Монтаждап YouTube'ға салып қойдым. Уже 50 ма сондай бір нәрсе алып салды ма, нежіне тұпты. Саян. Ой. Мэр. Чё там, мэр? Чё там, Саян? Его, сен бар ғой, саған бір видеоға тағы идея болып тұр, меніңше, мэрдің атынан. Видеоға идея дейсің ба? Жарайды, идеяңды айт. Не ол сенше, давай негізі көп ютуберлер мэрдің комнатасын ең бар ғой, андай нешісі береді, әдемілеп дұрыстап компьютер қойып деген сияқты, сол ремонтта, в общем, ремонтсын береді ғой, көп ютуберлер видеоға ше, сен сөйтіп істесейші болмаса. Негізі болады, я. Күшті де, қазір терезені сындырып алдым ғой мен. Ала басталайық. Негізі жаман идея емес, болады. Так, сенің үйің аяқта емес пе де? Ана мэрлер отыратын жер бар ғой, кәдімгі барлық мэрлер отыратын. Я менікі сол жер сол, маған ремонттап берші, видеоға өзіңде бір түсіріп аласың да, зато ше. Негізі, я, болады олайда. Так, онда мен видео бастап түсіріп кетейін онда. Я, жарайды. Так, мен не қойын. Так, мэр, онда мен қазір барып, комнатама барып, не қып келейін, бір нәрсе істеп келейін, одан кейін барып, сен ona дейін қайсысын несін істеу керек, соларды маған неге бара берсей үйіңе. Жарайды, істеп бересің ғой, мен кеттім онда үйіме. Уже кетіп қалдым анау. Так, мен комнатама барып келейін. Так, ана видео уже қанша просмотр жинапты көрейікші. Так, ё-моё, менде қатып жатыр неге? Қойып, так. Мә, уже просмотр көп жинап сапты уже. Несі керемет. Уже негізі бірақ ше бұл әлі аз секілді, менде 500-ден көп просмотр жиналған, 500 бір нәрсе еді үшін. Так, онда мен мэрдің комнатасын бөлмесін, үшін мэрдің үйіне ремонт жасам деген видео түсіріп сияқты онда. Так, хебеңіз сәлемсіз, мен бірге мен Саян X достар. Бүгінгі видеода бізде мен мэрдің үйіне ремонт жасап беретін боламын достар. Үшін мэр бізде маған келіп бағана үйіме ремонт жасап берсей деген сондай бір әңгімелерді айтқан болатын. Енді біз оның үйіне ремонт жасап бердік достар. Үйіне кеттік. Негізі мэрдің өзі тұр екен ғой, мен күтіп. Негізі бар ғой ше достар. Мэрдің өзінің үйінде де көп мэрлердің үйі әдемі болады. Біздің мэр әр осындай уже. Что-то мэр ойшым. Так, болсын, шыға берсең болады. Мен қазір істеп болғаннан кейін мен сені шақырам өзім. Жарай ма? Жарайды, онда мен кеттім, давай. Мен онда қалаға барып келе салам. Одан кейін келсең қанша теңге сұрайсың, соны өшіп ақшасын берем ғой. Болмаса ақшасын бермей-ақ та қойсайшы. Болай, тегін мэріміз соңғысын. Тек әйтеуір ауылдың ақшасын беретін жұмысшылардың ақшасын берсең болды ғой. Жарайды, онда сен неткен керемет бала едің. Онда мен кеттім қалаға, сен ошым істеп бересің ғой. Қазір мен бір 2 сағаттан кейін ба келіп қалам мен. Үйге күттен ауылға. Онда жарайды, кете бер. Уже кетіп қалды ғой, ё-моё. Так, біз неден бастаймыз? Бірінші біз мынандайларды сынып тастайық. Бұлар бізге керек емес. Мынаян сындырсам қандай болады екен? Бұл жақты сындырып салайық. Бұл жаққа біз қазір әдемілеп свет орнатып беретін боламыз. Жоқ. Болмаса мына жағынан осылай қатарына свет қойып әдемілеп істеп бере салайық та, я. Так, осылай бізге қазір мыналар негізі вообще керек емес нәрселер бұлар. Бұның орнына біз қазір. Ой, ё-моё, неге қатырып кетті менде өзі. Қазір біз бұның орнына керемет қылып бөлме салып береміз бұған. Так, бізде керегі диван, бірінші кровать алып алайық. Так, қандай түсті аламыз? Так, қызыл түсізін кәдімгі классическийін ала берейік. Сосын бізге керек не керек? Так, бізге сосын. Так, ноутбук керек, ақ түсін алайық, оның сүйікті түсіне деген менде ақ.
айтпақшы достар, бізді мэр қайттан алса, ана зұлым мэр ошым мені өлтірмекші болған. Мен оны полицияға айттым. Сосын ол өзінің ошым кінәсін мойындап, полиция түрмеге қамалды. Так. Енді неге керек бізге светіміз қайтады. Міне, болды, мен таптым. Так, енді керек бізге не керек? Так, мусор ала салайық, мусор тастайтын. Сосын енді бізге керек зат. Так, болды, осыны әзірге істей білейік. Мынақа кровать қоямыз. Ал мына жерде бізде осындай отыратын жер болсын. Давай, так, осы жерге. Ой, біз отыратын орын қалмақпыз ғой. Так, негізі ол мына қандай столда отыратын еді өзі? Әшейін кәдімгі стол қоя берейікші орындыққа. Мынандай отыруға бола береді. Жоқ, біз бұндай стол емес. Айтпақшы достар, менде бар ғой, мынандай негізі модтар бар да осындай. Бірақ бұларға стол отырмайтын болып кеткен, білмеймін неге екенін, мұндай неге болып кеткенін түсінбей қойдым әйтеуір. Давай мынандай сұртшысын қоя салайық. Отырса отырады. Осындай болып қойылады. Неге екенін білмеймін, бірақ әйтеуір отырмайды, зато былай отыра береді компьютер. Ноутбук істей береді. Так, бізде ноутбук бар, міне ақ түсті ноутбук бар. Неге енді өзім кофе қоя салайық. Не дегенде освещение деген сияқты күшті не беріп тұрады. Так, бізде кофе қайда тұратын еді өзі? Міндердің арасында тұратын. Жоқ, мына пышақтың арасында тұратын. Міне. Так, кофе и потом все. Әдемі етті. Енді біз мына жерге былай қойып. Былайынан свет. Кейін былайынан свет. Осылайынан әдем кететін сияқты ше. Менше, давай осылай қоя салайық. Мына шетіне светті біз. Так, мына жағына қоя салайық. Осылай жағы бөлшірек. Мына жақтың светін біз сразу мына жаққа қойық. Типа, Nerede? Мысалы, не қосылмай тұр. Енің бәрі бірге қосылама. Оның бәрі бірге қосылады. Вообще керек біткі оның. Так, онда тоқта. Неге қосылмай қалды еді? Айтпақшы бізде онда екен ғой. Осылай. Не бітті өзі. Так. Осылайнан. Осылай қойып біз, давай. Светім. Мына жерге қоя салайық. Сатып, екеуі де жанат керемет. Негізі күшті болды. Так, енді біз мына жерге типа диван қоя салайық адам. Жоқ, бұл жерге емес. Мына бетке қоя салайық. Ой, тоже бұндай жер емес. Давай осылайнан екі диван қатарынан қоя салайық. Бұл диванда енді тек бір ғана адам отыра алады. Сондықтан бізде осындай екі диван қоя салайық. Может быть, отбасымен отыратын шығар, білмейміз ғой біз. Оның астына қойылмайды. Так. Мусорный ящикті біз мына бетке қоя салайық. Енді барлық үйде мусор тастайтын болады ғой. Сондықтан мусор қоя салайық. Так, негізі бізде енді нормально шыққан болатын, тек осы жететін шығар енді. Так, лайннан Волгыста жүрген үшім адамдар. Қоя саламыз ба? Дөу екен слишком. Так, не жетеді деп ойлаймын, негізі. Так, кітап оқиды екен ғой, айтпақшы мэр. Мэр кітап оқитын болса, негізі мына бір стол алып тастау керек болып тұршы. Осылайнан алып қоясақ. Так, осылай, негізі нормально. Болды, все, осылай жетеді. Так, достар үшін бізде осындай, мықты мусорный ящик. Мықты бізде свет бар, екі жақтан да свет қосылады. Мықты бізде компьютер, nerede кофе ішеді, бізде компьютер емес, бізде ноутбук, сондай керекті өзіне
жұмыстан сөйтіп міне қосылады, бізде ойындар ойналады, жауап қоя салайық. Мықты бізде кітап оқиды, өзінің керек кітаптарын алады, өзінің неде бос тұрған заттарға да өзінің кітаптарын қояды. Болмаса мына диванда бізде осылай отырады, ал мына бізде кроватьта бізде өзі ұйықтайды. Так, все, негізі болды. Бас жағына бір тумбочка қоя салайық. Тумбочка керек, тумбочка қойып қояйық біз. Ой, бізде мықты бар еді ғой айтпақшы тумбочка мұндай. Негізі неге де арналған, екі затқа да арналған зат. Бұл негізі. Вот, міне осындай тумбочка болса да әдемі кетеді негізі. Негізі болды. Әдемі кетті мынаның өзін. Бұл кейбір мэрлердің өзіне бұндай бөлме арман шығар. Әдемі қылып істеп бер дегенде так мэрді шақырайық. Ол айтпақшы өзі келетін еді ғой. Онда мен ұйықтап алайын. Бір сағаттан кейін келем деді. 1 сағат болды бізде уже. Мен онда көзінса да әзірге ұйықтамай қойыншы, ұйқым кеп тұрған жоқ. Компьютер ойнай тұрайын. Так. Бана видео салмағын көріп отырайық соны. Так, звонып отыр ол. Алло, мэр, не болды? В общем, келе берім, мен үйге келдім бә. Эмоциям жеткізе алмай жатыр, келші үйге. Мэр кепті ғой айтпақшы. Шын жасап кеткен, ё-майо. Так, мэрге кеттім. Мына грядканы жетелді бір жинамайды ғой бірше. Так, достар айтпақшы, жаңа жылға дейін тағы да айтып кетейін. Мен бұл видеода айтқан жоқпын. Мэр кетші бар. Ойбай кешіңіз. Жетел не ағап жүрсін? Мэрмен не ағап жүрсін? Ақмақ. Так. Мэр, в общем, кетші. Мэр, в общем, мені осындай қып істеп қойын. Мыналар қызығы батыр. Осы сізге мэр сіздің комнатаңызға. Так, Саян, в общем, әдемі қып істеп берген. Мынау неге керемет болды ғой, мә. Мынандай комната кейбір байларға арман шығар. Мен мұндай комнатаны өмірімде көрмеген ғой. Мә, рахмет саған, күшті болды мынау комната ше. Мә, рахмет саған көп. Қалай алғыс айтарын білмей тұрып. Ақшасын берейін болмасын? Жоқ, қоярым, маған ақшасы керек емес. Сен тек баған айтқандай ауылдың жұмыс істеп жатқан адамдарға ақшасын беріп, сондай не көмектессең үшін. Жемқор болмасаң болды ғой бастысы. Так, Саян, онда рахмет болды, кете берсең болады. Саған онда жұмыс грядканы үшін. Давай, 1 ай жинамайсың ғой. 1 ай? Жетел, сен, сендер жинайсыңдар 1 ай бойы, Саян жинамайды өші. Рахмет негізі. Мен кеттім онда, давай, мэр. Давай, рахмет Саян. Так, мен өтіп кетейінші. Ойбай, налар, ана мэр, ұш кіріп кетті ғой демек. Шыға, жетел. Ана, кетті ғой. Өзі көреді енді мэрден. Так, мә, кайф болды ғой негіз. Грядканы жинау керек, бірақ мэр жетелер вообще жинамайтын яқты өсіп тұрғанын ұш. 2-3 күндей болып қалды. Так, в общем, әдемі қып істеп берген болатын. Так, далаға шығып, давай басайық. Так, достар, в общем, мен бүгін бұл видеода мэрдің үйіне ремонт жасап берген болатын, достар. Жаңа жылға дейін, давай, достар, 100 подписчикке жеткізіп тастаңыздар. Бізде тек қазір 20 ғана подписчик болып тұр. Енді сол 20 подписчиктен біз 100-ге жеткізіп тастасақ, жаңа жылға дейін менен сіздерге керемет деген бір видео шығатын болады, достар. Бір күнде 2-3 видео шығып тастайтын боламын, достар. Жаңа жылға сіздердің аттарыңыздан маған осы 100 подписчик сыйлық болсын, достар. Давай тезірек 100 подписчикке тастасақ, достар. Лайк басып подписаться етіңіздер, комментарий жазыңыздар. Мен бәрібір оны комментарияларыңызды сіздердің оқитын боламын, достар. Сізбен болған мен Саян Икс. Барлықтарыңызға давайте!